Барлығына сәлем достар, сіздермен бүгін болатын мен Қуандық Азамат. Бүгінгі видеода мен сіздерге iPhone программаларда қалай жасауға болатынын көрсететін боламын. Толық айтқанда, сіздің телефоныңыз iPhone болмаса, қалай iPhone программалар, iPhone камера, iPhone WhatsApp, соларда қалай жасауға болатынын толығымен көрсететін боламын. Ал сіздер видеоны соңына дейін қарап, осы видеоға лайк басып, арнаға тіркеліп отырыңыздар. Сіздер ең алдымен Play Marketке кіріп, iPhone программа деп жазасыздар. Немесе осы приложениенің ссылкасын сіздерге описанияға қалдырып кететін боламын. Сіздер описаниядан өтіп, ссылканы басып, осы приложениені скачать етіп аласыздар. Мен жаңа ғана скачать еттім, сіздерге мен әлі кірмедім. Сіздерге сол үшін толығымен көрсететін боламын. Скачать етіп болған соң открытті басамыз. Және де кішкене күтеміз. Бұл iPhone 14 Pro Max-тың программалары деп жазылып тұр. Қазір барлығын тексеретін боламыз. Бұл программа Steam екен, көретін боламыз. Осыны көрейік. Давайте осыны. Мұнда бізден телефонымызға осы приложениеге разрешение сұрап жатыр. Осы көк кнопканы басамыз. Және де барлығына разрешение береміз. Және де тағы да көк кнопканы басамыз. Мұнда бізге жаңағы приложениеге разрешение беру керек. Қазір менен қайталап отырыңыздар. Тағы да сұрап жатыр. Разрешить. Мұнда full screen басамыз. Мұнда астында Samsung-тың кнопкалары тұрып қалып қалады. Мынаны бассақ, бізде ондай болмайды. Қазір қарап шығайын. Қандай өзгерістер болады екен. Мынау жақсы сияқты. Және де күтеміз. Мұнда мынау кнопканы басамыз, галочканы, және де quit дейін басамыз. Осы кнопкаға үстінен басамыз. Оны өшіреміз. Неге көріп тұрғандарыңыздай осы приложение істейді екен. Дәл мен iPhone-ның программалары сияқты болып тұр. Ал енді қазір бір сайтқа бір приложениеге кіріп көрейік. Мысалы, қазір қайда кірсек болады. Контактыға кіріп көрейік. Мынаны басамыз. Және де астыға өтеміз. Және де мінекей Home дегенді басамыз. Мінекей мынау кнопка істеп тұр осы. Бұл iPhone-ның барлық iPhone-да бар зат. Бұны өзім де білмеймін, бірақ сіздер iPhone ұстайтын адамдар барлығы білуі тиіс. Мінекей бұл менің телефоным Samsung. Жаңа ғана iPhone программаны скачать етіп, дәл iPhone-ның программалары сияқты болып тұр. Ал сіздер бұдан қалай шығуға болатынын білмесеңіздер, мінекей дәл осы сіздер. Мінекей өзіңіздің жаңағы телефоныңызға қайтып орнына келеді. Ал бұл приложение ұнамаса, или керек болмаса, или бұл фон ұнамайса, или бұрынғы мынаны алып тастағыңыз келсе, екі способ бар. Бірінші приложениені удалить ете саласыз, немесе настройкаға кіріп, барлық разрешениені алып тастайсыздар. Сол кезде бұның бәрі кететін болады. Немесе мына приложениенің өзіне кіріп, настройкаға кіріп, разрешениені алып тастайсыз. И все. Ал сіздермен бүгін болған мен Қуандық Азамат. Видео ұнаса, видеоға лайк басып, арнаға тіркеліп отырыңыздар. Келесі видеода жолыққанша.